Әлиханов Ангелбай 1916 жылы Ақмола уезі Нілді болысында дүниеге келіп, 1967 жылы дүниеден озған. Қарағанды Тау-кен техникумын, Свердловск Тау-кен институты жанындағы жоғары инженерлер курсын бітірген. 1939-1942 жылдары Тау-кен инспекциясының учаскелік инспекторы, нөмір 26 шахтаның учаскі бастығы, Қазақстан Киров аудандық комитетінің, облыстық партия комитетінің нұсқаушысы болған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соғыстан кейін нөмір 8 және де 9 шахта парткомы бюросының хатшысы, Горький атындағы шахтаның бастығы, Сталин аудандық партия комитетінің 2 және 1 хатшысы болған. Нөмір 18 бис шахтасының бастығы, облыстық партия комитетінің көмір өнеркәсібі бойынша хатшысы, Киров шахта құрылыс басқармасының бастығы қызметін атқарған. КСР көмір өнеркәсібі басқармасы бастығының орынбасары болып жұмыс істеген. Ленин, еңбек қызыл ту, жауынгерлік қызыл жұлдыз ордендерімен және де көптеген медальмен марапатталған. Шахтер даңқы белгісінің толық иегері Ангелбай Әлихановтың есімімен Қарағанды қаласының негізгі көшелерінің бірі аталады. Ангелбай Әлихановтың өмір жолына арналып, «Страницы большой жизни» атты кітап жазылған. Ангелбай Әлихановтың қыз баласы Қарлығаш, медицина ғылымдарының докторы, профессор.